Алланың сәлемі бәріңізге болсын, құрметті оқырман. Бүгінгі қоғамда жиі ойландыратын ауыр сұрақтардың бірі, неге кейбір балалар өз анасын сыйламай қояды? Ана өмірдің бастауы, мейірімнің көзі, жанын беріп өсірген ең қымбат жан. Бірақ кейде бала өскен сайын анасына салқын қарап, сөзін тыңдамай, құрметін жоғалтып жатады. Мұның бірнеше себебі бар. Біріншіден, тәрбие мен орта әсер етеді. Бала кішкентай кезінен қандай сөз естіп өссе, соны бойына сіңіреді. Үйде сыйластық аз болса, бала да соны қайталайды. Екіншіден, түсінбеушілік пен реніш. Кей балалар өзіне қатты талап қойылғанын немесе жеткілікті махаббат көрмедім деп ойлайды. Сол сезім жүректе реніш болып қалады. Үшіншіден, заманның әсері. Телефон, интернет, сыртқы орта кейде баланы ата-анадан алыстатып жібереді. Ол өзін еркінмін деп ойлап, үлкеннің сөзін елемей қояды. Бірақ қандай жағдай болса да бір шындық бар. Анаға құрмет өмірдің берекесі. Анасын сыйлаған адам ешқашан жолдан адаспайды, өмірде жеңіл болады. Ана жүрегі бәрін кешіреді, бірақ баланың әрбір суық сөзі сол жүрекке ауыр тиеді, сондықтан әрбіріміз ойланайық. Анамыз бар кезде бағалаймыз ба, әлде кеш қалғанда ғана өкініп қаламыз ба? Алла әр ананың жүрегіне сабыр, әр балаға түсінік пен мейірім берсін. Осындай жүрекке ой салатын жазбаларды жіберіп алмау үшін тіркеліп қойыңыз.